Қайырлы күн, қыздар. Қысқа уақытта дайындалатын кекс пісіретін боламыз. Ол үшін жұмсақ сары майымызға қантымызды қосып, жақсылап миксерлейміз. Сары майымыз ағарғанша, қантымыз ерігенше миксерлейміз және осы массаға жұмыртқамызды, бөлме температурасындағы сүтімізді құямыз. Сондай-ақ құрғақ ингредиенттерімізді саламыз. Құрғақ ингредиенттердің ішінде бізде ұн, разрыхлитель және щепотка тұз болады. Барлығын комок қалмайтындай етіп араластырып аламыз, біркелкі масса жасаймыз. Дәл осы күйінде пісірсеңіздер болады кексті, немесе түрлі жидектермен араластырып та пісіруге болады. Мен бұл жағдайда замороженный малина алдым. Малинаның суы шығып кетпес үшін міндетті түрде кукурузный крахмал қосу керек. Және де қалауларыңыз бойынша малинаның орнына басқа да жидектерді қосуға болады. Болмаса кепкен жемістер, яғни сухофруктымен жасауға болады. Сондай-ақ жаңғақтарды да қосып жасауға болады. Енді ол әркімнің өз қалауында. Және мөлшерін көбейтіп те, азайтып та қосуға болады. Крахмалға араласқан малинаны тестамызға салып, жақсылап бір араластырып аламыз. Пешімізді алдын ала 180 градусқа қыздырып аламыз және кекс пісіретін ыдысымызды жақсылап майлап аламыз. Ыдысқа кексті орналастырып 35-40 минутқа пешімізге жібереміз. Қарапайым ингредиенттерден жасалатын кекс міне дайын болып шықты. Сахарная пудрамен әсемдедім. Жасап көріңіздер, өте жұмсақ әрі дәмді, ең бастысы көп уақыт жоғалтпайсыздар.